Сәлеметсіздер ме? Бұл 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілі сабағы. Здравствуйте, учащиеся 5 класса. Это урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көзіңді қорға. Тема урока «Защити свои глаза» или «Защити свое зрение». Оқулықтың 73-74 беттерін ашайық. Жаңа сөздерді жаттайық. Познакомимся с новыми словами. Қорғаушы көзілдірік, защитные очки. Көз жанары, зрение. Ғаламтор, интернет. Суретке қараймыз. Рассматриваем картинку на странице 74. Компьютердің алдында дұрыс отыру және бұрыс отыру жайында не айтар едіңіздер? 74 бет. Тілдік бағдар. Қосымша, жалғау және жұрнақ. Вспоминаем пройденные темы и знакомимся с подсказкой. 75 бет, 6-шы тапсырма. Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздердің антонимін жаз. Подбери выделенным словам в тексте слова-антонимы. Для этого нужно познакомиться с текстом и найти выделенные слова. Текст находится в 4-м задании, 4-ші тапсырма. Итак, текст называется «Компьютермен жұмыс істеу ережесі». Правила работы с компьютером. Читаем и переводим текст. Дәрігерлердің айтуы бойынша, компьютерде балалар 2 сағаттан, үлкендер 5 сағаттан артық отырмау керек. Врачи говорят, что детям можно находиться у компьютера не больше 2 часов в день, а взрослым не больше 5 часов. Компьютерде жұмыс істеудің ережесін біліп ал. Ознакомьтесь с правилами работы с компьютером. Компьютерден жарты метр алыс отыр. Садитесь на полметра от монитора компьютера. Компьютерді ойыншыққа айналдырма. Не превращайте компьютер в игрушку. Компьютерде ұзақ уақыт отырма. Не сиди долгое время за компьютером. Керек кезінде пайдалан. Используй его только по необходимости. Көзіңнің жанары нашарлайды. Иначе вы испортите себе зрение. Күнделікті компьютерге отыратын уақытыңды белгіле. Определи каждодневное время работы за компьютером. Компьютерде отырғанда 15 минут сайын үзіліс жаса. Во время использования компьютера останавливайтесь каждые 15 минут на перерыв. Үзіліс кезінде жаттығу жаса. Во время перерыва делайте зарядку. Оңға, солға, жоғары, төмен қарап, көзіңді айналдыр. Посмотрите вправо, влево, вверх, вниз. Сделайте круговые движения глазами. Терезеден алысқа қара. Посмотрите вдаль из окна. Содан кейін өзіңе жақын тұрған затқа қара. После этого посмотрите на предмет, который находится вблизи от вас. Осындай жаттығуды бірнеше рет қайтала. Повторяйте такие упражнения несколько раз. Арнайы қорғаушы көзілдірік ки. Одевайте специальные защитные очки. Компьютер тұрған бөлме шаң болмауы керек. Комната, где стоит компьютер, не должна быть пыльной. Компьютердің алдында тамақ ішпе. Не кушайте перед компьютером. Бөлмені желдетіп, ауасын тазарт. Проветривайте воздух в комнате, где находится компьютер. Тінтуірді көп ұстап отыру саусақ ауруына ұшыратады. Долгое использование компьютерной мышки приводит к болезням пальцев. Компьютермен дұрыс жұмыс жасай біл. Знаете, как правильно использовать компьютер? Мы прочитали и перевели текст. Теперь обратите внимание на выделенные жирным шрифтом слова. Артық, ұзақ, нашарлайды, алысқа және көп. Вот к этим словам нужно подобрать слова антоним. Что такое слова антонимы? Это слова, противоположные по значению. Например, близко-далеко, худой-толстый, ночь-день, холодно-жарко, маленький-большой, мало-много и так далее. К слову артық подберите антоним. Артық – это много, а антоним будет мало, то есть кем. Артық, дефис, кем. Ұзақ, долгий, длинный. Ұзақ, антоним, противоположное значение этого слова будет долго, коротко, қысқа, ұзақ, қысқа. Нашарлайды, ухудшается, ухудшится. Противоположное значение будет какое? Улучшится. Жақсарады. 6-е задание записываем в тетради. Сначала записываем число, потом записываем словарные слова, далее записываем 6-е задание и находим
слова антоним. Қарама-қарсы мағынадағы сөздерді тауып жазамыз. Осымен бүгінгі көзіңді қорға атты сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. До свидания, ребята. До свидания, ребята. До новых встреч.